switching in positions for you. In the kitchen. Достар, мен ойлап тұрмын, Еркенұрдың бірінші бетінен бастаса. Енді көріп тұрғандарыңызда достар, қазір Еркенұр шашын тарап, осылай буып алды. Және біз көзіне патчет тақтық. Сонымен қатар, мен осындай маска тағатын боламын қазір. Достар, мен байқамай қисық тағып қойдым. Өзім камераға қарамай қалдым. Қайтадан түсіремін. Кейде біз 10-15 минут тұратын боламыз. Еркенұрдың бетіне крем жағып қойдық. Енді біз тырнақтарына кірісетін боламыз. Достар, қазір Еркенұрдың бетінде бір макияж жоқ, бірге жасайтын боламыз. Бірінші біз бетіне осындай тоналка жағатын боламыз. Және де мен барлық косметиканы аз-аздан қолдануға тырысамын, себебі бізде Еркенұр жасөспірім болғандықтан, оның кожасы чувствительный, яғни өте сезімтал. Енді ерін увлажнять ету үшін біз бальзам қолданамыз. Ендігі қасын бояйтын боламыз. Енді қасты контур жасайтын боламыз. Достар, біз қасты біттік. Енді көзімнің теңдеріне кірісетін боламыз. Енді кірпігін бояйтын боламыз. Достар, енді хайлайтер жағатын боламыз. Қатты жылтырап кетпеу үшін біз пудра қолданамыз. Табиғи көрінетіндей біз кішкене помада жағатын боламыз. Қалай сіздерге ұнады ма? Осындай макияж шықты бізде. Мен барынша табиғи жасауға тырыстым. Сіздердің ойларыңызша өте әдемі ме? Қалай комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал Еркенұр, саған өзіңе ұнады ма? Иә, ұнады. Достар, ендігі біз Еркенұрдың шашына кірісетін боламыз. Бізде Еркенұрдың заказы бойынша деп айта берсек болатын шығар. Бұл Ariana Grande'нің прическасына ұқсас прическа қалап тұр. Және де біз соны қазір жасап көруге тырысатын боламыз. Алдынан примерно осындай алып тастаймыз. Мен негізі ондай прическа жасап көрмегенмін. Біз тура жаңағыдай екінші тәсілмен, екінші жақта солай қыстырған болатын невидимкамен. Енді қазір шаштарың үшін боялайтын боламыз.
Ал енді достар, біздің прическамыз дайын. Ендігі біз киімін ауыстыруға қалды деп ойлаймын. Сондықтан мен Еркенұрға осындай образ таңдадым. Қараңыздар, осындай шорпымен, осындай кроп. Біз қазір прогулкаға шыққан болатынбыз. Біз қазір паркте жүрміз. Және де уайымдамаңыздар, біз маскамызды тақтық. Сонымен қатар сіздерге бағанадан бері мен Еркенұрдың образын көрсеткен болатынмын. Және де сіздерге ұнады деген ойдамын. Саған ұнады ма? Әрине. Вот, достар, сіздер үшін біз сондай бір күн бойы тыстық. Достар, осымен мен өзімнің влогымды аяқтаймын. Ой, влог деппін ғой. Ну, типа влог, снэп преображение. Менімен бірге жинал деген видеоларға да ұқсайды. Және де басқа аты 24 сағат өзгеріп болатын. Бізде 24 сағат өтпесе де, бірақ та бір күн почти өтіп кетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Саған ұнады ма? Ұнады. Ұнаса лайк басыңыздар. Достар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де менің сіңіліммен, яғни Еркенұрмен бірге тағы да видео жазғанын қаласаңыздар, онда комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де астына мен Еркенұрдың тиктогын және инстаграм қалдырып кететін болам. Міндетті түрде сол жаққа да жазылып кіріп кетуді ұмытпаңыздар. Және достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарийге өз ойыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің каналыма жазылып кетіңіздер. Ең бастысы астына қызыл кнопканы басыңыздар. Ол сізде сыр болғанын қадағалаңыздар. Және де қоңыраудың басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Шұғыла және Еркенұр. сау болыңыздар.